Астанаға бүкіл Қазақстанның жеке мектептерінің басшылары келді. Олар өзінің оқу ағарту министрлігіне уәжін жеткізіп, қаржыландыру мәселесін көтеріп жатыр. Қаржы орталығынан ақша бөлінбей қалған. Сол себепті жеке меншік мектептердің мұғалімдеріне айлықтарын төлей алмай отырмыз. Енді не істейміз деп өзінің проблемасын айтып жатыр. Енді жаңа өздерінің уәждерін айтқан соң, министрліктен бір адам келді де, вице-министр сіздерді қабылдайды деген соң, вице-министрге бара жатыр. 2023-ке дейін ғана жақсы қаражат финансирование центр финансировать етіп келді бізде. Одан кейін 23-тен былай қарай біз уже қинала бастадық. 23-тен бері қарай не себептен біздің қаражатты бөліп отырған финцентріміз тоқтатып қойды. Кейін кездері уже ақшаның мәселесі бойынша бөлу мәселесі кішкене қиындап кетті. Мынау қазір жекеменшік мектеп не үшін, не Аймағамбетовтің ашылу мақсаты негізгі Қазақстан бойынша 3 мезгіл мектепті азайту мәселесі болған. Соған біз себепші болып, мына жекеменшік мектепті жекеменшік кәсіпкерлер қолдап, осы мәселені біз Қазақстан өңірі бойынша аштық, мектептердің көбісін жекеменшік қылып. Содан кейін уже ашып 2 жыл бойы нормальный жұмыс істеп келді. Уже 2-ші жылдан бастап ақшаның мәселесі уже туындала бастады. Уже госслужбадағы мектептегілер алды қаражатты. Біз әлі алған жоқпыз. Біз қазір мынау келіп отырған Астанаға себебіміз Нұр-Сұлтан қаласына мына ақша мәселесін шешіп берсін деп. Біздің мұңымыз дау емес, бұл мұң кішкене жекеменшік мектептерге қарасын деген мәселе. Талап қазіргі таңда бүкіл құжаттарды тез арада қарастырылып, қаржыландыру процесін жүзеге асырсақ деген ойдамыз. Жалпы жекеменшік мектепті мемлекеттің қаржыландыру тетігі қалай жүргізіледі? Министрлік неге бөлінемі? Қаржы орталығына бөліп, содан кейін сіздерге аударылады ма? Қалай соны? Қазіргі таңда бізде жеке облысымызға беріп отыр қаржыландыруды. Облыс финансовый центрға аударылады. Иә, әкімшілік қазір қаржы орталығына аударады, қаржы орталығы бізге аудару керек. Ал осы цепочка дейді ғой, қаншалықты орындалып жатыр? Әкімдік па бұл жерде сіздерге не етіп отырған? Әкімдік өздерінің жаңағы хаттарын, қаражатты сұрап министрлікке жіберіп отыр. Министрлік енді жауап қайтара алмай тұр. Бұл мәселе 23-ке дейін финцентр прямой аударған. Қаражатты түсініңіз ба? Оған дейін мәселе болмаған. Одан кейін бастап, уже 23-тен кейін бастап, мынау уже заң жүзінде через біз облыс арқылы финцентр арқылы облысқа аударғаннан кейін барып басталды ғой уже ауыртпашылықтың көбісі. Ана аяқ бір-біріне сілтейді, мына аяқ бір-біріне сілтейді, сонымен салмақ түсіп кетіп жатыр, ал жекеменшік мектептер уже төмен түсіп кетіп жатыр. Хочу поддержать своих коллег, и не только по республике, но особенно по Жамбылской области, потому что мы уже школы Жамбылской области и города Тараза вновь построенные в прошлом году для того, чтобы создать максимально удобные условия для наших учеников, мы построили новые школы. В прошлом году с финансовым центром у нас был заключен предварительный договор, на основании которого мы выполнили все требования, которые нам выдвигались. Мы построили школу, обеспечивали соответствующим оборудованием. Персонал у нас уже соответствующий был, мы его хотели перевести вот именно в эти новые условия. Но до сих пор финансовый центр не создал условия для того, чтобы не выполнил свои обязательства в ответ, чтобы обеспечить нас государственным образовательным заказом. То есть если по республике в прошлом году подавались заявки, то по Жамбылской области заявок на новые школы и на вступление, допустим, старых школ для расширения ученических мест, их не было. И это уже проблема продолжается целый год. Мерекесі қарсаңында біз олар қалай айлық бермейміз біз? Мемлекеттер алып қойды. Соларға біз айлық беруіміз керек. Бұл мәселе бойынша бірде-бір жауап келген жоқ па? Бізге Түркістан облысының білім басқармасы да қаржысы жанынан олардың барлығы сентябрь айына айлық қаржы бар. Тек финцентр бізге жаңағыдай подтверждение берсе болды деп рұқсат берсін деп отыр. Ал одан кейін 3 айды олар да білмейміз дейді. Тамыз айында неге кредит алдыңыздар сіздер? Тамыз айында қызметкерлер мемлекеттің мұғалімдері сияқты біз де жұмыс жасауымыз керек қой, балаларды қабылдауға дайындауымыз керек. Олар мектепке даярлық тобын әкеліп 1-ші кластың оқушылары болады. Осы 1-ші класс оқушыларды 10 күнге дайындау керек. Оларды сондай нәрселер болғанда біз тамыз айының 3-нен бастап, 5-нен бастап па, мұғалімдердің барлығын жұмысқа шақырдық. Оларға енді келгеннен кейін біз ендігі айдан береміз дей алмаймыз ғой. Өзіміз жанымыздан оларға несие алып, қазір барлығын айлық бердік. Былай ғой мәселе қазір. Жалпы биыл республикалық бюджет комиссияның шешімімен жергілікті атқарушы органдарға жалпы нысаналы трансферттермен қаражаттардың барлығы осы республикадан жергілікті бюджетке нысаналы трансферттермен жіберілген.
қазіргі таңда біз енді көріп отырмыз, бұл жерде оқушылардың контингентінде айырмашылықтар бар. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, бюджетті мысалы 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын бекітіледі. Қазіргі таңда контингенттің айырмашылығы бар. Осы контингенттегі айырмашылықты үстіне қаражатты жергілікті атқарушы органнан қарастыру керек өздерінің бюджеттерінен. Бұны енді қазір қыркүйек айында енді оқу жылы басталды. Жергілікті атқарушы органдардың мәслихаттарының барлығы қазір қазан, қараша айларында өтеді. Қазіргі таңда біз сол жергілікті атқарушы органдармен байланыстамыз. Өздерінің қаражаттарында мәслихат сессиясында қарастырғаннан кейін бар, ары қарай бұл мәселе шешіледі. Сонымен қатар министрлікте біз өзіміз республикалық бюджеттік комиссияға да қосымша тағы да біз ұсыныс беретін боламыз. бір сөзбен айтқанда жергілікті атқарушы органдар шешу керек деп тұрсыздар ғой. Иә, бұл жалпы республикадан жоқ, жалпы республикадан түсірілді ғой. Жалпы нысаналы трансферттер арқылы түсірілді, қаражаттардың барлығы берілді. Қосымша берілетін үстіндегін олар өздері жергілікті. Августта жалпы қаржыны бере алмасаңыздар, неге айтпадыңыздар? Неге осы нәрсе басталды жекеменшік? Мысалы, мемлекет белгілі бір деңгейде 3 ауысымды мектептер мәселесін осы жекеменшіктердің арқасында шешті. Осы оқу жылында енді басталды. Қыркүйек айында басталды ғой сабақ. Бізде мына қозғалыс деген болады. Балалар мысалы жекеменшік мектептен мемлекеттік мектепке ауысып жатады. Мемлекеттік мектептен жекеменшікке ауысып жатады. Осы кездегі мына тұрақсыздық арасындағы контингентті енді қалыптасты. Осы қалыптасқанмен бірлесіп шешетін. Сонда мәселе неден туындады? Жекеменшік мектептерде бала саны көбейіп кетті ме, не болды? Жалпы қаржы енді бөлініп тұр ғой. Бұл жердегі мәселе проблема болып тұрған жетіспейтін қаржы. Қазіргі таңда бөлініп тұр қаржы. Мен жаңа айттым ғой, республикадан жіберілді. Ол сомасын айтыңызшы, қанша миллиард? Қазір оны нақтылау керек, министр. Олар бермей отырғаны осы жалпы бұл жерде қазір мына жергілікті атқарушы органдар өздерінің толық осы контингентке қаражат шешілген кезде оны олар растау керек. Можете какие-то даты назвать, когда людям можно ожидать перечислений? Можно? Конкретно я даты не могу назвать, потому что в регионах в разное время проходят маслихаты, и в том числе, если это дополнительно из республиканского, это тоже решением республиканской комиссии на сегодняшний день пока еще я не располагаю.